Сол жақ қызым мектебінде ашық сабақ болып жатыр екен, туған жерім, тірегім деген. Соған әкесімен бір өнерін көрсетсін депті. Менде не өнер, косякқа кіргеннен басқа. Баяғыда стакан ба, бокал ма? Вокал ба, соған қасып жүрген кезде, менің атым Қожадағы туған жер туралы өлеңді күшті айтатын тұғым. Соны бір заманауи болғанда дікіш-дікішін ойнақ қып гитарамен, душевный, кавер емес, кілемнің не қасы ғой жүрді, қуып кетпесе, жаңағыдай гитарамен, душевный қып айтсақ ба деп тұрмын ғой. Ертең 13 наурыз менің атым Қожаның новый шығып жатыр екен, как раз. Соған өлеңінде новыйлатса деп тұр ғой ағаң. Қолынан келе ма? Келеді, иә. Болды, жүр онда кеттік. Болды кет. Туған жердің бөбегіміз, туған жердің өлеңіміз, өмірге еркеле, көңілді өлкеде, қараймыз келер күнге туған ел. Отанның ұланы бір жаңа ел, жолымыз тұр әне нұр қия бел. Өзіңді жырлаймыз туған ел, отанның ұланы бір жаңа ел. Жолымыз тұр әне нұр қия бел. Өзіңді жырлаймыз туған ел. Біз бақыттың тілегіміз, біз уақыттың жүрегіміз. Гүлдей боп жайнаймыз, бұлбұл боп сайраймыз, өлкеннің бұлағындай ойнаймыз. Отанның ұланы бір жаңа ел, жолымыз тұр әне нұр қия бел. Өзіңді жырлаймыз туған ел, отанның ұланы бір жаңа ел. Жолымыз тұр әне нұр қия бел. Өзіңді жырлаймыз туған ел. Оқушы деген қап емес, не болса соны сыйғыза береді. Ол шамшырақ тек жаға білу керек.